Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Туризмді мемлекеттік реттеу пәнінен 3-ші дәріс тақырыбы туризм саласында мемлекеттік саясаттың мақсаттары мен міндеттері. Жалпы бүгінгі дәрістің мазмұны экономикалық мақсаттар, әлеуметтік мақсаттар және экологиялық және мәдени мақсаттар. Бүгінгі дәрісіміздің мақсаты бұл туризм саласында мемлекеттік саясаттың негізгі мақсаты бұл туризмнің бәсекеге қабілетті, қауіпсіз және тұрақты дамуын қамтамасыз ету, сондай-ақ оның ұлттық экономикаға қосатын үлесін арттыру. Дәрістің негізгі міндеттері туризмді дамытудың стратегиялық бағыттарын анықтау, туризм қызметінің құқықтық негізін қалыптастыру, инвестициялық тартымдылықты арттыру, туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады. Келесі кіріспеге келетін болсақ, бұл туризм саласында қазіргі таңда экономиканың маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Оның дамуы елдің экономикалық жағдайына, халықаралық беделіне және аймақтардың өркендеуіне тікелей әсер етеді. Осыған байланысты туризм саласында мемлекеттік саясаттың мақсаттары мен міндеттері нақты айқындау ерекше маңызға ие болып табылады. Экономикалық мақсатқа келетін болсақ, бұл туризм саласының мемлекеттік саясаттың маңызды бағыттарының бірі, бұл экономикалық мақсаттарды жүзеге асыру. Бұл мемлекет туризмді дамыту арқылы ұлттық экономиканың өсуін қамтамасыз етеді. Жалпы бірінші бұл ұлттық табысты арттыру. Бұл туризмді дамыту нәтижесінде елге келетін туристердің санын арттырып, қызмет көрсету көлемі ұлғаяды. Бұл ұлттық табыстың өсуіне, валюта түсімдерінің артуына, экономикалық белсенділіктерінің күшеюіне ықпал етеді. Екінші, бюджетке салық түсімдерін көбейту. Бұл кәсіпорындар мен мемлекетке салық төлейді. Мемлекеттік саясат арқылы бұл туристік кәсіпорындардың саны артады, салық базасы кеңейеді, бюджет кірістері ұлғаяды. Бұл әлеуметтік бағдарламаларды қаржыландыруға мүмкіндік береді. Үшінші, шағын және орта бизнесті дамыту. Туризм және шағын және орта бизнестің дамуына қолайлы орта қалыптастырады. Мемлекеттік қолдау, қонақ үйлері, қоғамдық тамақтандыру орындары, көлік және экскурсиялық қызметтер сияқты бизнес түрлерін дамытуға жол ашады. Төртінші, бұл туризмнің мультипликативтік әсері, бұл туризм саласының экономикасының мультипликативті әсері жоғары. Яғни туризмнің дамуы көлік, сауда, құрылыс, мәдениет сияқты көптеген салалардың дамуына әсер етеді. Осылайша бұл туризм саласының мемлекеттік саясат экономикасының мақсаттары мен бұл ел экономикасының тұрақты дамуына, қаржылық әлеуетін артуына әкеледі, негіз болады. Жалпы келесі әлеуметтік мақсаттар. Бұл туризм саласының мемлекеттік саясат пен экономикалық пайда алуға ғана емес, сонымен қатар қоғамның әлеуметтік дамуына қамтамасыз етуге бағытталған. Туризм әлеуметтік мәдени маңызы жоғары сала болғандықтан, бұл мемлекет оның қоғамға оң әсерін күшейтуге көздейді. Бірінші, бұл халықты жұмыспен қамту. Туризмнің дамуы жаңа жұмыс орындарының ашылуына мүмкіндік береді. Мемлекеттік саясат нәтижесінде қонақ үй, көлік, қоғамдық тамақтану салаларына, экскурсиялық және сервистік қызметтерде маусымдық және тұрақты жұмыс орындарының құрылады. Бұл жұмыссыздық деңгейі төмендетуге ықпал етеді. Екінші, аймақтық әлеуметтік даму. Бұл туризмде әсіресе аймақтардың дамуына үлкен әсер етеді. Мемлекеттік қолдау арқылы өңірлік инфрақұрылым жақсарады, әлеуметтік нысандар дамиды, шалғай аймақтарда экономикалық белсенділігі артады. Бұл аймақтар арасында әлеуметтік теңсіздікті азайтады. Үшінші, жергілікті халықтың өмір сапасын жақсарту. Туризм саласының мемлекеттік жергілікті тұрғындардың табыс деңгейін арттыруына, әлеуметтік қызметтердің қолжетімділігін кеңейтуіне, мәдени және қоғамдық өмірді жандандыруға ықпал етеді. Төртінші, бұл әлеуметтік тұрақтылықты нығайту. Жалпы бұл жұмыспен қамту мен табыстың артуы, бұл әлеуметтік шиеленістерді азайтады, халықтың болашаққа сенімін арттырады, қоғамның жалпы әл-ауқатын жақсартады.
Осылайша туризм саласында мемлекеттік саясаттың әлеуметтік мақсаттары мен халықтың өмір сүру сапасын арттырып, елдегі әлеуметтік тұрақтылықты нығайтады. Ал келесі бұл туризм саласының мемлекеттік саясаттың маңызы бағыттардың бірі экологиялық тепе-теңдікті сақтау және қорғау, мәдени мұраны қорғау. Бұл туризм табиғи және тарихи нысандарға тікелей әсер ететін сала болғандықтан, мемлекет бұл бағыттарда ерекше назар аударады. Бұл бірінші табиғи ресурстарды қорғау. Бұл мемлекеттік саясат туризмді дамыту барысында табиғи ландшафттарды, қорықтар мен ұлттық парктерді, экожүйелерді қорғауға көздейді. Бұл экологиялық зиянның алдын алып, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға мүмкіндік береді. Екінші, мәдени тарихи мұраны сақтау. Бұл туризм елдің тарихи ескерткіштері мен мәдени құндылықтарына негізделеді. Мемлекет тарихи мәдени нысандарды қорғау шараларын жүзеге асырады және олардың қалпына келтіруіне сақтау жұмыстарын қолдайды. Бұл мәдени туризм жауапты дамытуға жағдай жасайды. Үшінші, бұл тұрақты туризм қағидаттарын енгізу. Бұл экологиялық мақсат тұрақты туризм қағидаттарымен тығыз байланысты. Бұл қағидаттар қоршаған ортаға зиян келтірмеу, жергілікті мәдениетті құрметтеу, болашақ ұрпақ мүддесін ескеруді қамтиды. Осылайша экологиялық және мәдени мақсаттар бұл туризмнің ұзақ мерзімді, жауапты және тұрақты дамуының негізін қалайды және де ұлттық құндылықтарды сақтауға мүмкіндік береді. Жалпы бүгінгі дәрісімізді қорытындылайтын болсақ, бұл туризм саласындағы мемлекеттік саясаттың мақсаттары мен міндеттері экономикалық тиімділікті ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік жауапкершілік, экологиялық тепе-теңдікті қамтамасыз етуге бағытталған. Мемлекеттің дұрыс жүргізілген саясаты бұл туризмнің тұрақты дамуына және елдің халықаралық беделінің арттыруына мүмкіндік береді. Дәріс бойынша бақылау сұрақтары көрсетілген, пайдаланылған әдебиеттер көрсетілген. Бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.